Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен миллионерлер қалай бай болды деген сұраққа жауап беретін боламыз. Ақшаға негізгі мақсат емес, құрал ретінде қарау. Қазіргі миллионерлердің ортақ ерекшелігі ақшаға талпынбау. Олар мақсаттарына жетуге тырысады, ал ақша ол жолдағы бонус іспетті. Сондықтан өмірдің мәнін ақшадан іздеудің қажеті жоқ. Тек бөлшек ретінде қарасаңыз болғаны. Ал байлардың қатарына тез қосылуға көмектесетін ең нәтижелі әдет ол өзіңді сүю. Қолға алған жұмысыңды махаббатпен жүргізсеңіз, ертеме кешпе адам міндетті түрде бай болады. Есептеу табыс кілті. Сіз өзіңіздің тауарларыңыз бен қызметтеріңізді кіріс шығыстарын дұрыс есептеуге мұқият болуыңыз керек. Американдық Walmart деген компанияның бөлшек сауда дүкендері арасында өзінің кірістері мен шығындарын сауатты есептегендерінің арқасында бірінші орында тұр. Тауарыңыздың сатылуы немесе қоймада қалдық болып сатылмай қалып кетуі бизнестегі біліміңізге тікелей байланысты. Және де оңтайлы шешім қабылдай білу. Кәсібіңізді домалатудың тағы бір құпиясы тез әрі тиімді шешім қабылдау. Сіз миллионер ретінде қандай кеңестерді ұсынатын едіңіз? Төменге пікірге қалдыра кетіңіз. Видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, кәсібіңізде, бизнесіңізде қолданыңыз. Бұл өте керемет техника, барлықтарыңызға жұмыс жасайды, жасап көріңіздер.